Аджиканы қысқы уақытта аңсап отырмас үшін дәл қазір жауып алуға тырысыңыз. Ең керемет, сонымен қатар дәмді, бір жегеннен ақ тәтті, кейіннен ащы хош иісі мен дәмі шығатын ерекше рецепті ұсынып отырмын. Ендеше аджика рецептін бірге дайындап көрейік. Бізге керекті заттар қып-қызыл болгар бұрышы және ащы хош иіс пен дәм беруші қызыл бұрыш. Және 9% уксус, тазаланған сарымсақ, тұз және қант. Және бар болғаны 3 қызанақ. Болгар бұрышының ішін дәнегінен тазалап, жақсылап жуып аламыз. Қалған көкөністерді де тазалап жуамыз. Кейін болгар бұрышын бөліктерге бөліп, блендерге салып, блендеріңіз болмаса ет тартқышта жарай береді. Сарымсақтың қабығын ашып, дайындап аламыз. Және қызыл ащы бұрыштарды да бөліктерге бөліп, барлығын блендермен еземіз. Егер де сіз қатты өткір дәмін қаласаңыз, ащы бұрышты көптеп қосуыңызға да болады. Дәміне қарай сарымсақ пен бұрыш, тұзбен де солай жасаңыз. Содан соң блендермен езген бойда бірден қызанақты да турап салып, қосып блендерлейміз. Езіп болған массамызды үлкендеу қайнататын ыдысқа құйып, үстінен тұз қосып, кейін қантымызды қосып отқа қоямыз. Бастапқыда бір бұрқ еткізіп қайнатып, қайнаған бойда көбігін алып тастап, 10 минут аралықта қайнатамыз да оттың астын өшіріп демалдырып қоямыз. Отымызды қайта қосып, бұрқ етіп қайнағанда араластырып, көбігі шықса алып, баяу отта 30 минут аралықта қайнатамыз. Уақыты жетіп, 30 минуттан соң қайнап тұрған массаға 9% уксусты құйып, тағы баяу отта 10 минут қайнатамыз. Осы аралықта банкамызбен қақпақтарын стерилдеп, дайындап қоямыз. Банкамызды жауып бастаймыз. Ысып тұрған банкамызға ыстық қайнап тұрған бойда аджикамызды толтырып құямыз. Мен 520 мг банкаға жаба салдым. Жалпы саны 3 банка шықты. Стерилденген қақпақпен жауып, тығыздап, қаттырақ етіп бұраймыз. Банкамызды төңкеріп, бөлме температурасында салқындатамыз. Аджика дайындаудың көптеген әдістері бар, яғни оны қайнатып та, шикі етіп те жауып тастайды. Дегенмен термически өңдеуден өткен тұздық зиянсыз болып саналады. Көріп тұрғаныңыздай, аджикамыз қоюлығын сақтай отырып тартымды болып шыққан. Дайындап көріңіз, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ас болсын.